Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Есімім Дастан Жайнақ. Бұл Тұлға арнасы. Арнамыздың аты айтып тұрғандай, елімізде қаншама жандар бар, көп адам тани бермейтін, өз ісінің үздігі, тұлғаларды таныстыру мақсатында, істерін дәріптеу мақсатында осы арнаны ашып жатырмыз. Каналымызға тіркеліп, қолдау көрсетіп қойыңыз. Бүгін біздің алғашқы қонағымыз Түркістан облысы Созақ ауданы Созақ ауылының тумасы, 5 баланың әкесі, 5 кітаптың авторы, кәсіпкер, қаламгер Данияр Беркінбай мырза. Енді бүгінгінің батыры кім деген сұрақ болса, баяғыда енді ата-бабамыз атқа мініп, жауға шапқан енді батыр еді ғой. Қазір енді қазіргінің батыры бұл қаншама адамды жұмыспен қамтып отырған, өмірі бір тәуекелден тұрған, сол тәуекелдерге төтеп берген, осы бір кәсіпкерлерді айтатын мен бүгінгінің батыр деп. Енді Данияр мырза бүгінгінің батыры 50 адамды жұмыспен қамтып отыр. Кәсіптегі қиындықтарын, өзінің басынан өткен жалпы оқиғаларды, қиыншылықты қиындық емес, сабақ деп қабылдап, содан бір анализ қорытынды шығарып, оны кәсібіне пайдаланып, және кітап қылып шығарып, ұрпаққа былайша айтқанда аманат етіп қалдырып отқан азамат. Жүріңіз, Дәкенің офисіне жақындап қалдық, кірейік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Дәке, өткеннен бері сіздің шығармашылығыңызбен танысып келе жатырмыз. Бүгін өзіңізбен жақынырақ таныссақ, кәсібіңізбен дегендей. Ол сіздің кітапханаңыз ба? Иә, мынау мен өзім бір $100,000 кітап алдым десем өтірік емес. Соның барлығын енді оқу мүмкін емес, оның бәрін тарқатып жібердім. Соның ішінде өзі ең елде жоқ, ең жақсы өзім оқимын деген сол алып қалған кітаптарым. Бұның ішінде жаңа елде жоқ деп жатырмын ғой. Москвадан алған, басқа жақтан алған кітаптарым бар. Құлтап қойыпсыз, бұл не үшін құлтап қойғансыз? Енді мен кітапқа қатты қарайтын адаммын. Жоғалып кетпесін деп сұрағым жазып қойғаным ғой. Енді офисте ешкім алмайды, сонда да бірақ қойып қойғаным ғой. Иә, керемет. Енді кітапқа қызығатын адам мінекей, осылай кітапқа қатты құлттап тұрып қарайды, сол кезде уайымда болмайды ғой бір жағынан. Иә. Мінекей, офисқа келіп отырмыз. Қазір Құдай қаласа цехқа апарып біз жақсылап таныстыратын шығарсыз. Иә, жұмыс жақтарға. Келіңіз жоғары шығыңыз. Мен кәсіпке 1998 жылы келдім. Ауылда мектеп бітіресіп. Ол кездегі кәсіпті білесіз, купи продайдың заманы ғой. Базарда сауда саттық, сондай заман еді. Содан мынау Шымкентте озеро деген базар бар. Болды. Қырғы базар, Акбар базары. Соларда бір 2011 жылдары жұмыс істедім. Одан кейін қарасам заман ағымы өзгеріп жатыр екен. Уже базардың емес, доставка компанияның, тарататын компаниялардың заманы басталып жатыр. Соған қарай байқадым да, содан кейін адам жинап, команда құрып, көліктер алып, сондай офис алып, сондай 2011 жылдан бастап осындай системаға өттік десем болады. Осы кәсіп саласында өзіңіз бір ұстанатын қандай қағидаңыз бар? Мен кәсіп істеу деген оңай нәрсе емес. Оған жігітке 7 өнерді аз дейді ғой. Кәсіп істеу үшін бір 77 қасиет керек шығар деп өзім ойлаймын. Мысалға, кәсіпкер адам менің ойымша дипломат болу керек. Адаммен қай адам болсын, жақсылап сөйлесіп, тіл табыса алатын болу керек. Бұл поставщик болады, бұл клиент болады, бұл сотрудниктер болады, жалпы көпшілік болады. Осындай бір қасиет керек деп ойлаймын. Одан кейін әрине еңбекқор болу керек. Одан кейін тәуекелшіл болу керек. Тәуекел болмай тірлік жоқ. Адам тәуекел болмай өспейді ешқашанда. Бір жаңа товарлар келеді, жаңадан адамдар аласың. Соның барлығы сол тәуекелмен келетін нәрсе. Ол туралы нар тәуекел деген кітабымда жазып шықтым. Сіз кітаптарыңызға қазір арнайы тоқталамыз, Дәке. Мынау осы тәуекел етіп, бірақ соның зардабын шеккен кездеріңіз болды ма? Әрине, енді ол тәуекел деген істесең бола береді деген нәрсе жоқ. Ол тәуекел деген непредсказуемый нәрсе ғой. Одан көп таяқ жеген жерлерім болды, өте үлкен суммаларға түскен кездер болды. Онсыз зардапсыз енді тірлік болмайды ғой. Оның бәрін сіз зардапты қиындық, қателік деп қабылдадыңыз ба, жоқ сабақ деп қабылдадыңыз ба? Алғаш кезде қателік деп қабылдаған кездерім болды. Қазір қарасам, соның бәрі маған сабақ болған екен, сабақ алған екен содан.
сөйтіп қайта ол жасаған қателіктерінен қазір көп пайда көріп жатырмын десем болады. Мынау жұмысшыларыңызға қоятын ең бірінші талаптарыңыз қандай? Жұмыс деген адам келіскеннен кейін өзі әркім өзі мойнына жүк алады ғой. Келіскеннен кейін сол адамға арқа сүйейсің, үміт артасың, жауапкершілік бересің. Сол үшін ол адамдар сол өзінің ол миссиясы сол. Келгеннен кейін келіскеннен кейін соны атқару керек. Сондықтан енді осы нәрсені мен өзім ойлаймын, көп адам білмей жатыр. Келеді, келіскеннен кейін үміт күтіп отырасың, сол кезде ол басқа нәрсемен айналысып кетеді. Жұмысты жөндеп істемейді. Болмаса басқа өсек аяңмен айналысады, осы нәрсе істеп кетеді. Бұндай адамдар енді көп өседі деп айта алмаймын. Ондай адамдар көп ұзатпай есік ашық дейсің ғой. Мынау енді сіз мына жұмыста мысалға әр басшы әртүрлі ғой. Анау жұмысшының уақытылы жұмысқа келгені маңызды ма, жоқ өзінің жасап жатқан жұмысын қай уақытта келсе де мықты қылып жасаған маңызды ма? Бұл енді ол жұмысшының деңгейіне байланысты. Бір кісілер болады, мысалға бір жұмысшылар, оның жұмысы сол сағат 9-да келіп 6-да қайту. Ал бір кісілер болады, мысалға олардың жұмысы уақытпен шектелмейді. Ол ерте келіп кеш қайтып кетуі мүмкін, кеш келіп ерте қайтуы мүмкін. Мысалы кейбір мен бухгалтерім бар, мысалы кейбір кісілер, сол бухгалтер мысалы Алматыда тұрады. Ол өзі тірлігін істеп жатқаннан кейін, дұрыс атқарып жатқаннан кейін, қай жақта тұрса ол маңызды емес. Ең басты мәселе адам өз жұмысын дұрыс атқарып шығуында ғой. Енді мысалға мынау көптеген кәсіпкер өзінің жұмысын өзі атқарып жатады. Жаңағы кейбір жұмысшыларды алмайды да, соның орнына өзі істеп жатады. Сол кәсіпкерлер кәсіпкер болып санала ма, жоқ қызметші болып санала ма? Енді ол дәке ол кәсіпкердің өз деңгейіне байланысты, жұмыс деңгейіне байланысты. Мысалы бір кәсіпкерлер бар, 1-2 адам ғана жұмыс істейді, или жалғыз өзі істейді. Ондай адамда ол кәсіпкер, оны кәсіпкер емес деп айта алмайсың. Бірақ дәл сол кездегі жағдайы ол барлық жұмысты өзі атқаратын деңгейде. Мен де кезінде солай болған. Өзім сауда істеймін, қасында енді 1-2 көмекшім болды. Өзім сауда істеймін, өзім клиентпен жұмыс істеймін, өзім есеп қисап жасаймын деген сияқты. Сол. Ал енді ары қарай деңгей өскеннен кейін, адам көбейгеннен кейін, 10 адам, 20 адам, одан жоғары қарай, уже адамға жұмысты бөліп бересің. Делегировать дейді ғой, бөліп бересің. Мысалы біреу есепте отырады, біреу сауда істейді. Мысалы менде қазір торговиялар бар, 10 шақты торговия бар. Олар қала районда аралап жүреді. Біреулер товар шығарады, біреулер соны басқарады тағы да мысалға да. Сондай әркім өзінің жұмысын бөліп алған қазір. Сіздің қызметіңіз не, кәсібіңізде? Менің қазіргі қызметім сол керек нәрселерді бәрін ұйымдастырып беру. Мысалы товарды келісімшарт жасап, заводтармен. Одан кейін керек жарақтарды алып беру, көлік, мысалға, басқа да мысалға керек заттар бәрін ұйымдастырып беру. Стратегиялық план. Адам жұмысқа алу, кейде шығару, осыны ұйымдастыру деп айтсақ болады қазір. Енді мынау кітап жазып жүргеніңізге қарағанда, шығармашылыққа көңіл бөліп жүргеніңізге қарағанда, өзіңіз осы кәсіп саласынан біршама босаған сияқтысыз, негізі. Осының сыры неде? Ол енді жұмыс қазір құдайға шүкір енді бөліп бергеннен кейін менде бос уақыт көп. Енді бұрын бос уақыт телефон шұқылау бір мезгіл сондайға жұмсайтын едім. Қазір енді барынша соған сол уақытты кітап жазуға арнайтын болдым. Мысалы бір жаққа кетіп бара жатамын, жолда жүріп бара жатамын. Сол кезде жазамын жолда. Мысалға біреуді күтіп отырамын. Болады біреулер 1 сағат кешігіп қалады кездер болады. Сол сияқты сондай кезде жазамын деген сияқты. Жалпы сол бос уақытымда мен жазамын кітапты. Біз енді Данияр мырзамен 2000 жылдардан бастап мен таныспыз ғой. Жалпы екеуміз ортақ тірлікке 2010-нан бастап жұмыс бастағанбыз. 2010 жылы августте сол екеуміз бір отырып келісім жасап, содан бері осы ортақ компания ашып, мен сол жерде Дәкеңмен содан бері 15 жылдай бірге екеуміз үзеңгілес бірге жұмыс жасап келе жатырмыз ғой. Талай сапарларда болды, таныс біліс болып, аға ініде араласып жүрміз. Енді ол кісінің арамызда сол жолға жүргенде өзімізде сол көлікпен жүрген жақсы көретінбіз. Сол көлікте барғанша келгенше сол іс сапардағы мәселелерді әбден соны ежіктеп талқылап барғанша келгенше
сол самолетпен, пойызбен жүргеннен гөрі машинаменен баратынбыз. Сол көбінесе машинамен жүріп, соны бәрін талқылап. Енді қазір енді Дәкең өзі кітап жазып бастады, өздеріңізге бұны таныс болып жатыр. Енді ол да бір оңай нәрсе емес. Кез келген адам өзі оған бетбұрыс жасап бірден кіріп кету өзі іштегі сырын ақтарып елге жаю деген өзі мен енді өзіміздің басымызда оны бірден кірісе алмайтын сияқтымыз енді. Енді қазір жасап отқан Дәкеңе ерлік дейміз енді. Кітаптың үшін кітап жазылмай тұрып, сол оқиғалардың бәрінде өзіміз бірге болып, сол ойдың бәрі екеуміздің ол ішінде әбден ежіктеліп талқыланған нәрселер ғой ол енді. Енді Данияр мырзаның кітаптарына тоқталып өтейік, құрметті достар. Дәке, бір өзіңіз кітаптарыңызбен таныстырып өтсеңіз, жалпы не туралы жазылып жатыр? Бұны оқыған кезде адам қандай әсерде болады деген сияқты. Иә. Менде қазір 4 кітап бар. Қазір мына жерде алып шығайын. 4 кітап бар. Мынау мен кіммін деген бірінші кітабым. Бұл жерде атының өзін айтып көріп тұрсыздар. Бұл адамның өзінің кім екеніне осы сұраққа осы жерде барынша жауап бердім. Бұл жерде өзің тану деген тақырып көп қозғалды. Одан бөлек өмірде қателіктер, өмірде қиыншылықтар жалпы. Сол барынша адамның өзін бір өмірде өзін қалай жасап шығу туралы осы жерде барынша жазып шықтым. 344 бет. Бірінші алғашқы кітабым. Құдайға шүкір, қазір ел жұрттың пікірі жақсы. Өміріміз өзгерді деп жатқан адамдар бар. Ажырасып жүрген адам қосылды осы кітабымды оқып. Кешегі айтқанымдай министерстводан адамдар шақырып жақсы баға беріп жатыр. Енді осы кітапты жаңа оқып, өзін жалпы мамандығын тауып жатқан жандар бар ма? Енді әлі оған жеткен жоқ, өйткені кітап әлі көпшілікке жеткен жоқ қой. Содан кейін келешекте ол туралы айтылатын шығар. Бірақ ішінде қамтылған ғой. Өзінің қасиеттерін табу, бойындағы потенциалын ашу деген сияқты. Иә, керемет. Ары қарай кет. Одан кейін мынау екінші кітап Нар тәуекел. Енді бұл өмірде біз енді жетістікке жету үшін көптеген ақпараттар бар ғой қазір. Жетістікке жетудің 7 жолы, басқа деген сияқты. Бірақ соның барлығына жетудің ең төте жолы осы тәуекел деп санаймын. Мына тәуекел деп, мысалға, тәуекел өте маңызды нәрсе болғанмен де, мен өзім қанша кітап оқыдым, бірде-бір кітап бұл тақырыпта жоқ екен. Қазақша, орысша, ағылшынша деп айтсам болады. Осы жерде сол тәуекелдің не екені, түрлері, тәуекелдің түбі қалай болады, мысалға, сол туралы барынша қамтыдым. Тәуекелге барудың да демек ережесі бар деп тұрсыз ғой? Әрине ережесі бар. Көз жұмып бас салып тәуекел жасай берсең, ол әрине ол ақымақтық болады. Енді көп жерде жаңағы тренингтерде осыған үйретеді ғой, соғыр тәуекелге барушы. Жасап жатқан жұмысың таста да осыған кет, мен айтқанды тыңдай бер деп. Көп адам содан бір зардап шегіп жатады. Бұл жерде демек осыны оқыған адам содан сақтанатын болып тұр ғой. Бұл енді сол жолдары барлығы инструкциясы десек болады. Мына жерде жаздым, мына орысшасын шығардым. Анатомия риска деп жаздым. Бұл енді сол тәуекелдің анатомиясы десек болады бұл кітапты. Осы жерде. Мынау қазір енді орысшаға да аударған себебім, келешекте ағылшыншаға да аударамын деп отырмын, барлық тілге аударамын деп отырмын. Өйткені соған лайық кітап деп санап отырмын өзім. Мінекей, Вабанк анатомия риска, Нар тәуекел. Енді мынау енді шығып жатқан кітабым әрекетке берекет деген. Бұл таза бизнес туралы кітап. Өзімнің өмірдегі кәсіпкер жолындағы өзім басынан өткен оқиғалар, одан кейін жалпы сол кәсіпте адам қандай қателіктер жасамау керек, қалай жетістікке жету керек, командамен қалай жұмыс істеу керек, басшы адам қандай болу керек, жұмысшы адам қандай болу керек деген сол неде кәсіп туралы сол өзім түйгендерім. Бұл жерде 80% өзімнің анализдерім. Өзіңіздің басыңыздан өткен? Өзімнің басымнан өткен бар, жан-жақтан алғаным бар, бірақ енді 80% ақпарат тың ақпарат деп санаймын. Жалпы мына кәсіпкерлерге арналған кітап. Бұл таза кәсіпкерге арналған кітап. Мінекей, құрметті достар, әрекетке берекет кітабы, егер кәсіпке қызығушылығыңыз болса, немесе кәсіппен айналысып жүрсеңіз, мына кітапты оқыңыз. Мінекей, әрекетке берекет. Осындай қазірше 4 кітап бар. Енді құпия болмаса, Дәке, 5-ші кітап. Аты не?
бесінші кітаптың аты шешілмейтін түйін жоқ деген ат қойдым. Бұл деген сөз, бұл кітап өмірде қиыншылықтар туралы. Қазіргі кезде адамдар өмірде көп қиыншылық көріп жатыр. Ол енді қаржылай, өмірде жақын өмірден өтіп кетеді, басқа да әртүрлі жағдайларға ұшырап жатыр. Сол кезде адам көп адам күйзеліп кетіп жатыр да. Өйткені оған өзі бір нақты қалай ұстау керек екенін білмейді сондай кезде. Бір қиыншылық болса болды, ол ойламаған жерден келе сияқты болып көреді. Ал өмірдің, мен бұл жерде жазып жатқан өмірдің ол заңы қиыншылық. Біз барлық нәрседе сақтанып, алдын алып жүретін болсақ, қиыншылық аз болады, енді болмайды деп айта алмайсың. Бірақ болған кезде де сол кезде адам өзін қатты қиналмайды, денсаулығына айырылмайды, жаңағы ажырасу, басқа деген сияқты нәрселер болмайды. Сөйтіп өзі жаңағы, енді Алла тағаланың өзі сол сынақтан өткен пенделерін жақсы көрген ғой. Сол пайғамбарлардың өздерінің не деген сынақтан өткен. Солар, бірақ ол кісілердің барлығы сол қиыншылықта өзін беріліп қоймай, Аллаға деген құлшылығын тоқтатпай, еңбегін тоқтатпай еңбек қорлығын. Сөйтіп соның арқасында абыроймен шыққан да. Соның арқасында Алланың сүйікті құлдары болған ол кісілер. Мен бұл кітапта жазып жатқаным сол адам өзі сондай жағдайдан қалай дұрыс жолдарын жазып жатыр. Құтты қонақ келсе қой егіз табады дейді ғой. Бүгін біз операторлар мен съемочный группа осы Данияр мырзаның жалпы жұмысына келсек, бүгін Данияр мырзаның қызметкері жасы 40-тан асқан азамат тұңғыш бүгін перзент сүйіп жатыр екен. Құтты болсын дейміз. Қазір өзара бүкіл команда болып тойлап жатыр екен. Бізбен бірге болыңыздар. Барлығымыз енді осы жерде қанша адамға енді тілек айтып отырмыз, дұға жасап жатырмыз. Құда қаласа дұғамыз қабыл болатын шығар деп өзім үміттенемін. Енді мына коллектив, енді өздеріңіз білесіздер, постоянно осындай бір бізде ортамызда бір өмірге, кішкентай сәби өмірге келіп жатса, өзіміздің бір компаниямыз атынан бір жүрек пулымыз бар. Соны енді бір кішкене аз да болса көп деп беріп жіберейік. Мынаны өзің жаратпа, ешкімге жума, апарып келіңе. Точно апарып бер, келіңе. Ассалаумағалейкум, мынау бүгін қуанышты жаңалығымды бөлісіп, осы ұжымдастармен қуанышты хабарым бәрін бөлісіп, осы Дәкеңнің коллективіміз ұжымдасып біз қанша жылдан бері істеп жатырмын. 8 жылдан астына Құда қаласа осы біздің Дәкеңнің адамгершілігі, осы жұмысшыларға деген түсінігі мол. Осы менің қуанышымды бөліп, 43 жылдан бері алғаш рет сәби сүйіп отырмын. Соны бөлісіп, бізде үрдіс бар. Осы біздің коллективте босанып жатқан әрбір перзентке, бөпеге сүйінші пұл есебінде өзіміздің Дәкеңнің атынан қомақты қаржы бөліп отырады өзі. Бұл кейбір басшыларда бар, кейбір басшыларда жоқ. Өз түсінігіне рахмет. Дәкеңмен қанша жылдан бері істесіп жатыр. Осы қаншама коллектив ауысып жатыр бізде. Ұжымдастарымыз үлкейді кезінде. Соның бәрінде кімнің баласы, мысалы үшін босанып осындай өмірге келіп жатса, соның бәріне де қиналмай беріп отыр. Я Сайра Ирсметовна, работаю в этой фирме с 2008 года. Изначально мы работали на рынке Акбар под руководством Данияра Амангельдиевича. Была торговым представителем, потом логистиком работала. В данное время работаю, веду бухгалтерию, учет полностью организации и торговых представителей. Под руководством Данияра Амангельдиевича я рада, что я с ним работаю, потому что это очень творческий человек, добродушный, который понимает всех индивидуально, каждым работникам, отношения у него совсем другие. Очень добротные, очень уважительные. Что могу сказать о коллективе? У нас очень большой коллектив. Есть торговые представители, есть водители, есть офис-менеджеры. Коллектив очень хороший, дружный. Я довольна работой Данияра Амангельдиевича и желаю ему здоровья, дальнейшего процветания. Книги творчества его читали, обработка у нас была этих книг. Очень хорошая Библия у него. Я довольна. Желаю творческих успехов ему и чтобы наша организация процветала в будущем. Дәке, мына жер біздің өндіріс. Мына осы жақта біздің жаңағы
сироптар шығарамыз. Осы жерде бір 20-25 адам жұмыс істейді. Мәкең осы жердің бастығы, осы өндіріс басқарып отқан кісі. Мына кісі осы жақта бухгалтер, Тәжі деген кісі. Мына Гүлнұр деген қызымыз осы бригадир деп айтсақ болады. Осы жерде жаңағы жұмыстың бәрін басқарып жүретін Мәкеңнің оң қолы. Мари деген қызымыз, енді бұл кісі осы жерде бір этикетка, мынау қағаз компьютермен жұмыс істейді. Мына жерде асхана, осы жерде қызметкерлердің бәрі тамақ дайындалады. Тамақ өзімізден осы жерде. Енді мынау өндіріп жатқан зат мынау сироптар. Осылар ғой. Иә, мына бал деп деген түр жақсы жүреді. Сосын жаңа бір адамдар бал деп кеткен. Осындайларды бұл ене қазір тортқа, пирожныйға қосылатын заттар. Осындай банкіде, шелекте, бакалашкіде үлкен-үлкен заты әркім заказына кіріп, соны шығарамыз. Осы жерде қайнатып істейсіздер, иә? Осы жерде дайындайды, технологымыз бар. Дәке мынау сол неміз товарымызды дайындап, фасовка жасап жатқан жер міне. Осы жерден құйылып, осы жерден фасовка жасалады. Жаңағы сыртына қағаздар жабыстырылады, коробкаға қапталады. Иә. Жақсы. Былай қарай жүрейік әлі. Ассалаумағалейкум. Алейкум. Енді мына жақта сол фасовка жасап, ары қарай блокты алып, сөйтіп былай қарай складқа қарай кетеді. Мінекей мынау қазір күйдіріп, мынаны қаптайды, осы блоктайды. Иә. Бәрекелді. Мына жаққа енді складымыз, осы жерге товар дайындалып, басқа да заттар осы жерде қойылады. Енді осы жерден ары қарай машинаға артылып кетеді. Бұл қалаларға осы жақтан жібересіздер, Бәрекелді. Көбінесе енді заказбен дайындаймыз. Заказ береді, дайындап, сразу артып жібереміз. Мына жақтың бәрін өздеріңіз осыған арнайы пландап соқтыңыздар ғой? Иә, осы жерді бәріміз дайындап, енді бұлай дайын күйінде сатып алып, кейін одан кейін ремонттар жасап, теплый полы бар, басқасы бар, ішіне оборудиелер бар, солардың бәрін кіргізіп. Ал мен мына Мұрат Керімбеков, осы Құдай қаласа осы жерді басқарып жатқаныма 15 жылдай болды. Осы дәкеңнің арқасында осы жерде өсіп жатырық. Осы жердің производствоны басқарып жатырық. 30 шақты адам жұмыс істейді осы жерде. Дәкеңнің әлі Құдай қаласа алар белесі алды деп ойлаймын. Ол кісінің білімі бәрі бұндай тірлікке жеткілікті. Ол кісінің оқыған, қай жерде болса да өзінің ойын пісіріп, ойланып барып істейтін кісі. Көп адамдарға қамқорлық көрсетеді. Одан қалса қазір кітап жазып, жақсы жол көрсетіп жүр қазір көп адамдарға. Мен қозғап жатқан тақырыптарым, мысалы, өзім кәсіпте жүрген екен, кәсіпті қалай істеу керек, қалай ұйымдастыру керек, сол опыттарым қазір әрекетке берекет деген кітабымда соны жазып шықтым. Енді қозғап жатқан тақырыбым біреу қарыз туралы. Қазір қоғам өте қиналып жатыр қарыздан. Қалай, не үшін кіріп жатқанын да өздері білмейді, болмаса одан қалай шығу керек, өзін қалай ұстау керек, осы нәрселерді білмей жатыр. Осы тақырыпты қозғап жатырмын. Өмірде қателіктер деген тақырыпты қозғап жатырмын, мысалға. Қиыншылық адамның өмірде болады, оны неден болады, одан қалай ұстау керек деген сияқты, онда да сонда біраз зерттеп жазып жатырмын. Осының бәрін жазып шықсам, мен өзім ойлаймын, қаншама адамға пайдам тиген болар еді деп. Енді өзіңіз көрдіңіз шаруашылықты, былай айтқанда. Енді Құдайға шүкір, мысалға, кәсіпте ең басты тұрақтылық қой. Енді менде қанша жылдан бері істеп жатқан адамдарды көрдіңіз, 20 шақты жылдан бері, 15 шақты жылдан бері істеп жатқан адамдарды көрдіңіз. Сол адамның барлығы осы бір жағы ауызбіршілік, бір жағы тіл табысу, бір жағынан енді дұрыс айлық бергеннің арқасы тұрақты. Соның бәрінің арқасында осы жерде коллектив ары-бері ауысып кетпей жұмыс істеп жатқан жайы бар. Енді бұның барлығы сол қанша жылдық тәжірибенің арқасында келіп жатқан нәрсе. Оны мен кітап жазып отырмын, қаншама кітаптарымда. Ал енді көпшілікке айтарым, мына жерде кәсіп бастаймын деп жүрген көпшілік жастарға айтарым, маған өзіме көп сұрақ қояды осы, кәсіп қалай бастаймын деген сияқты. Оның барлығы өмірді көріп, тәжірибе жинап, ізденістің арқасында келетін нәрселер. Кәсіпті қай уақытта болмасын бастауға болады. Бірақ ең бастысы сол көзін тауып
жөн жобасын біліп істейтін болсаң, онда алынбайтын қамал жоқ дейді ғой. Қай уақыт болмасын адам жетістікке жетуге ол енді гарантия. I've got a big attitude. Осыншама уақыттан бері жинаған білім тәжірибесін жай ғана біліп қоймай, біреуге айту үшін пайдаланбай, осы кәсіп саласында жүзеге асырып жатқан және ойлап түйген, қаншама сынақтардан өткен дүниелерді қорытындылап, анализін жасап, оны кітап қып түйіп жатқан сіз үшін бүгін таныс болған тұлға Данияр Беркінбай мырза. Ендеше құрметті достар, сіздің де айналаңызда осылай көпке танылмай жүрген тұлғалар болса, комментарийға қалдырып кетіңіз. Ол кісілермен де таныс болайық. Баршаңызға тілеймін ашық аспан, сіздермен Жайнақ Дастан. Келесі жүздескенше.